Баршаңызға сәлем. Бүгін 102-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Бұл сабақта біз жазбаша көбейтудің алгоритмін қолдануды үйренеміз. 15 ғасырдың екінші жартысында Керей мен Жәнібектің туы астында Қазақ хандығы құрылған. Бірінші есеп: 2 таңбалы сандарды өсу ретімен, ал 3 таңбалы сандарды кему ретімен көшіріп жаз. Сонда сен Астана қаласының ортасында орналасқан Керей мен Жәнібек монументінің авторы кім екенін білетін боласың. Міне суретте Керей мен Жәнібек монументі тұр. Енді біз мына жердегі сандарды 2 таңбалы сандарды өсу ретімен, 3 таңбалы сандарды кему ретімен жазып шығамыз. Орындадық. 42, 48, 63, 65, 86 сандарын бұны өсу ретімен жаздық. Енді кему ретіменен, яғни ең үлкеннен бастап 3 таңбалы сандарды жазамыз. 701, 277, 270, 207, 117, 107. Демек бізде Ринат Әбенов деген келіп шықты. Бұл Керей мен Жәнібек монументінің авторы. Осы кісі екен, Ринат Әбенов. Екінші есеп: есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Міне демек 23-ті 3-ке көбейткен. Бұл жерде 23-ті біз қосылғыштарға жіктеп жазып алдық. 20 мен 3-тің қосындысы түрінде. Одан кейін жақшаның сыртына 3 деп жазып, жақшаның ішіндегі әрбір жіктелген қосылғыштарды 3-ке көбейтеміз. Бірінші 20-ны 3-ке көбейтеміз, 60 болады. Одан кейін 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9 болады. Екеуін қосамыз, 60-қа 20-ға 3-ті көбейтсек 60, 3-ке 3-ті көбейтсек 9, мына жерге 69 жазылады. Демек, мына ережені біз әрдайым есте сақтауымыз керек. 2 таңбалы және 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға көбейтуді баған түрінде жазып орындаған ыңғайлы. Бұл жағдайда көбейту таңбасы қолданылады. Көбейткен кезде бірліктер бірліктердің, ондықтар ондықтардың, жүздіктер жүздіктердің астына жазылады. Көбейту бірліктерден бастап орындалады. Көбейтудің қалай орындалғанын қара дейді. Демек, мына жерде қараймыз. Баған түрінде көбейткен, яғни көбейтуді кішкентай x түрінде жазып қоямыз. 43-ті 2-ге көбейткен. Бірінші бірліктің астына бірлікті жазып қоямыз. Екінші көбейткішті жазып қой, екіні жазып. Бірінші бірліктерді көбейтеміз, яғни 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 болады. Енді оны бірліктің астына жазып қойдық. Кейін енді ондықтарды көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 8-ді ондықтың астына жазамыз. Демек, жауабын оқимыз. 86 келіп шықты. Көбейтуді орындап дәптерге жазып қойдық және баған түріндегі орындауды жаздық. Бұл жерде 2-ні 3-ке көбейтсек 6, міне турайына жаздық және 4-ті 2-ге көбейттік. Бұл 8 болды. Оны ондықтың турайына жаздық. Нәтижесі міне 86 болды. Үшінші есеп: есептеуді түсіндіре отырып баған түрінде орында. 23-ті 3-ке көбейтеміз. Баған түрінде 23-ті жазып, екінші көбейткіш 3-ті бірліктің астына жазамыз. Енді бірінші бірлікті бірлікке көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, оны бірліктің астына жазамыз. Енді ондықтарын көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, бұны ондықтың астына жазамыз. 2-ні турайына. Сонда жауабы 69 болды. Кейінгісі 44-ті 2-ге дәл осылай көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 4-ті 2-ге көбейтсек те 8. Бірлігін бірліктің турайына, ондығын ондықтың турайына жаздық. Жауабы 88 болды. 12-ні 3-ке көбейткенде де дәл осылай бірлігін көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, оны бірліктің астына жазамыз. Енді ондығын, бір ондықты 3-ке көбейтсек 3 болады, 3 ондық болады, оны ондықтың астына жазамыз. Жауабы 36-ға тең. 12-ні 4-ке де дәл осылай көбейтеміз. 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 1-ді 4-ке көбейтсек 4. Жауабы 48. Енді әсінде дәл осылай 32-ні 3-ке көбейткен. Бұл жерде 2-ні 3-ке көбейтеміз. Бірінші 6 болады, 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 96-ға тең. Енді 21-ді 3-ке көбейтсек, бірінші бірлігін көбейтеміз. 1-ді 3-ке көбейтсек 3, 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Жауабы 63. 31-ді 3-ке дәл осылай көбейтеміз. Бұл 93-ке тең болады. 24-ді 2-ке көбейтсек 48-ге тең. Төртінші есеп: есептерді шығар.
Маусым айында біздің мектептен 43 оқушы, ал тамыз айында одан 2 есе артық оқушы Астанаға экскурсияға барды. Біздің мектептен барлығы қанша оқушы экскурсияға барды? Дәптерге берілген жазып аламыз. Біздің мектептен 43 оқушы барған маусымда, тамызда одан 2 есе артық барған, барлығы қанша оқушы экскурсияға барғанын табуымыз керек. Ол үшін бірінші тамызда қанша оқушы барғанын тауып аламыз. 43-ті 2-ге көбейтіп, 43-ті 2-ге көбейтсек 86 болады. Бұл тамызда барған оқушылардың саны. Енді маусымда барған оқушылар санына тамызда барған оқушылар санын қосып, біздің мектептен қанша оқушы барғанын, барлығы қанша оқушы барғанын тауып аламыз. 43-ге 86-ны қоссақ 129. Демек, жауабы 129 оқушы экскурсияға барды. Төртінші есеп. Астанаға дейін жету үшін автобуспен баруға 13 сағат, ал пойызбен баруға одан 2 есе артық уақыт жұмсалады. Оқушылар жолға барлығы қанша уақыт жұмсады? Есептің берілгенін жазып аламыз. Автобуспен 13 сағат, пойызбен одан 2 есе артық жүрді деп тауып аламыз. Енді пойызбен жүрген жолды табу үшін одан 2 есе артық болатын болса, 13-ті 2-ге көбейтеміз, 26 сағат жүрген. Енді барлығы қанша уақыт жұмсағанын табу үшін осы 26-ға 13-ті қосамыз, бұл 39 болады. Демек, жауабы оқушылар жолға барлығы 39 сағат жұмсады. 5-ші есеп. Көбейтіндінің мәнін тап, қалай есептегеніңді түсіндір. Бұл жерде көбейткіштер берілген, біз көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Ол үшін 24-ті 2-ге көбейтіп жазып қоямыз. Дәптерге осылай кесте сызып, көбейтіндінің мәнін табамыз. Ол үшін 24-ті 2-ге көбейтеміз. Дәл жаңағыдай баған түрінде көбейтеміз. Бірінші бірлігін көбейтеміз, 4-ті 2-ге көбейтсек 8, одан кейін 10-дығын көбейтеміз, 2-ні 2-ге көбейтсек 4, демек 48-ге тең болады көбейтіндінің мәні. 33-ті 3-ті дәл осы әдіспен көбейтеміз. Бұл көбейтіндінің мәні 99-ға тең болады. 21-ді 4-ге көбейтетін болсақ, 84-ге тең болады көбейтіндінің мәні. 5-ші есептің әсі есе артық сөзін және кестедегі сандарды пайдаланып, 2 амалмен шығатын есеп құрастыр. Алма 24 килограмм, алмұрт одан 2 есе артық деп сұрақ қойдық, және алма мен алмұрт барлығы неше килограмм деген сұрақ қойылады. Ендеше біз бірінші алмұрттың қанша екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін 24-ті 2-ге көбейтеміз, 2 есе артық болғандықтан 48 болады. Ал енді осы 48-ге 24-ті қоссақ 72 болады. Демек, жауабы барлығы 72 килограмм жеміс әкелінді. Дүкенде 33 шар және доп одан 3 есе артық сатылды деген қойдық. Доп пенен шар екеуі барлығы қанша ойыншық сатылғанын табу керек бізде. Шешуін орындаймыз. 3 есе артық болғандықтан бірінші допты тауып аламыз. 33-ті 3-ге көйсек 99 доп сатылған. Енді 99-ға осы 33-ті қоссақ 132 болады. Ендеше жауабы барлығы 132 ойыншық сатылды. Үшіншісі сурет дәптер 21, дәптер одан 4 есе артық. Барлығы неше дәптер бар деп сұрақ қойдық. Енді дәптердің өзін тауып аламыз. Ол үшін 21-ді 4-ге көбейтеміз, 4 есе артық болғандықтан бұл 84 дәптер болды. Енді сурет дәптерге дәптерді қосамыз, 21-ге 84-ті қосамыз, бұл 105 болады. Демек, жауабы барлығы 105 дәптер. 6-ші есеп, теңдеулерді шеш. 5 пен x-тің көбейтіндісі 500 пен 460-тың айырмасына тең екен. Бірінші оң жағын орындаймыз. 500-ден 460-ты азайтамыз, 40 болады. 5 көбейту x тең 40 түрінде қарапайым теңдеуге келтіріп алып, енді бұл жерден x табамыз. X-ті табу үшін 40-ты 5-ке бөлеміз. X-іміз 8-ге тең. X-тің орнына 8-ді қойып тексеріп көреміз. 5-ті 8-ге көбейтсек 40, 500-ден 460-ты азайтсақ 40-қа тең. 40-40-қа тең екен.
Кейінгісі y пен 23-тің бөлінісі 36 мен 12-нің бөлінісіне тең. Теңдеуі бұл жақта да оң жағын орындап аламыз. 36-ны 12-ге бөлсек 3 болады. Y бөлу 23 тең 3 түріндегі теңдеуге келтіріп алдық. Бұл жерден y табатын болсақ 3-ті 23-ге көбейтеміз. Y-іміз 69-ға тең. Y-тің орнына мына жерге 69 қойып есептейміз. 69 23-ге бөлсек 3, 36-ны 12-ге бөлсек те 3-3-3-ге тең. Кейінгісі 1000-нан x-ті азайт, 1000 мен x-тің айырмасы 60 пен 53-тің айырмасына тең. Тағы да теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 600-ден 53-ті азайтсақ 547 болады. Енді x-ті табу үшін 1000-нан 547-ні азайтамыз. X-іміз 453-ке тең. X-тің орнына 453-ті қойып орындаймыз. 1000-нан 453-ті азайтсақ 547, 600-ден 53-ті азайтсақ та 547, 547-547-ге тең. 7-ші есеп. Құрбылар Сәуле, Қарлығаш, Зәуре және Шолпан әртүрлі үйде тұрады. Сәуле бүгін 3 құрбысының үйіне бармақшы болды. Ол мұны қанша тәсілмен орындай алады? Бір тәсіл суретте бейнеленген. Басқа тәсілдерді көрсет. Демек, Сәуле бүгін 3 құрбысының үйіне бармақшы екен. Сәуле бірінші Қарлығаштың үйіне барады, одан кейін Зәуренің үйіне, одан кейін Шолпанның үйіне барады екен. Енді біз басқа тәсілді көрсетеміз. Кітапта бірінші Қарлығаштың үйіне барған болса Сәуле, енді бірінші Шолпанның үйіне, одан кейін Зәуренің үйіне, кейін Қарлығаштың үйіне барады. Демек, осымен бүгінгі 102-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.